Достар, қосылу жобасы жалғасуда, және де байқауымыз бойынша біздерде алғашқы жұптар, әлде алғашқы сезімдер ашылып жатқан секілді. Қатысушы Перизатқа күні кеше ғана біз үміткер келіп еді, қырғыз елінен, қырғыз жігіті. Дегенмен де Перизат бір кездесуге барып келгеннен кейін оған менің сезімім жоқ деген секілді өзінің белгілі бір шешімін айтты. Және де бұл екі ортада Перизат пен қатысушы Нұрсұлтан Нунидің арасындағы сезімдер біраз талқыланды. Өздеріңізде көрген боларсыздар, өздеріңізде куә болып отырғандарыңыздай, Нуни мен Перизаттың арасында айтылмаған әңгімелер, айтылмаған сырлар, белгілі бір сезімдер бар секілді. Бірақ дегенмен де Нұрсұлтан жоба барысында Перизат менің саған сезімім бар деді, бірақ Перизат оны қабылдамаған секілді болды. Дегенмен де Перизат жаңағы үміткермен таныстықты тоқтатқаннан кейін Нуни мен үміткер қабылдаймын деді. Оның алдында ол қабылдамайын деген еді, енді қабылдаймын деді. Енді бұндай іс-әрекеттер, мұндай қалай айтса екен, қарым-қатынастар қаншалықты дұрыс, қай уақытқа дейін жалғасатыны белгісіз. Дегенмен де екеуіне келетін үміткерлерге жаным ашиды. Өздеріңіз де біліп отырған шығарсыздар. Неге үміткерге жанымыз ашитынын, екеуі бір-біріне деген сезімдері бар, айдан анық. Сезімдер бар болса да, жоқ болса да, енді көрер көзге көрініп тұр. Екеуі бір-бірін жақсы араласады, көзқарастар деген секілді. Енді олар үміткер қабылдаймын дегеннен кейін үміткерлер әрине келеді, бірақ олардың уақыты және де енді ақшалары болсын, уақыты болсын, бұларға жіберген текке кететіні көрініп-ақ тұр. Неге үміткердің уақытын алулары керек деген сұрақ пайда болды. Және де егер де қосылу жобасы қатысушылары бір-біріне ғашық болатын болса, оларға үміткер не керегі бар деген секілді сұрақтар да пайда болып жатыр. Сонымен, құрметті көрермен, өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарийға қалдырып кетіңіздер. Бұл жерде Перизат пен Нунидің арасындағы сезім шынымен шынайы ма, әлде жай ғана уақытша болған махаббат ұшқыны ма? Перизаттың көңіл күйі қалай екен? Жақсы. Бәрі дұрыс па сізде? Үйреніп жатсыз ба біздің студияға, жалпы біздің елге? Да, я уже привыкаю. Единственное, до сих пор с языком проблема, а так мне все безумно нравится. Нашла для себя подругку уже. Кім? Аялым. Есть еще, много девочек. Все классные, все хорошие. Сіз Алматыға бұрын келгенсіз ба, жалпы Қазақстанда болғансыз ба? Да. Эки жолы келгем. Очень хотела тут пожить. Вот, я как раз... Қай қалаларында болдыңыз? Только в Алматы. Алматыға ғана келдіңіз ба? Мне нравится. Хочу тут остаться. Онда біздің жігіттер келсе, келін қылып Перизатты алып қаламыз, Алматыда. Басқа қалаға барғыңыз келмей ме? Сіз көрмедіңіз ғой басқа қаланы, көрсеңіз. Жағалы? Понравится? Не айтып жатсың, Нөне? Еш нәрсе айтып. Нөне басын қай тасқа соғарын білмей жүр. Жоқ, ондай емес. Қойыңыздар, болады. Қойыңыз олай деген. Енді білесіз. Айтшы, не айттым мен? Қай жартасқа басын? Таппай жатыр екен, соны беріп. Соны айту үшін аяғына жығылып отырып айтсаңыз, қалған сөз қалай? Ыңғайлы ма? Білмеймін, маған мысалы. Ыңғайлы ма сізге? Ой, жоқ, бұл дейтін, андай не істеп жүр, жаңағы. Ішіне істеп жүр. Солай енді. Міндетті түрде эфирді көріңіздер. Эфирде Нұрсұлтанмен танысамыз, Нұрсұлтан туралы толығырақ білеміз. Солай. Иә, үміткер күтемін дейді. Наяқтағылармен таныспаймын дейді. Естідіңіздер ғой. Қайтадан түсірейін, достар. Перизат пен Нұрсұлтанның ортасында махаббат бар ма дейді. Доспыз дейді. Бүгін неге сыйлыға келмедіңіз Перизатқа? Бүгін неге Перизатқа сыйлыға келмедіңіз? Күтті. Керек бір дүние болды ғой. Кеше үміткер келген кезде Нұрсұлтанның көзінен жас шығып кете жаздағандай болды. Оның үстіне Нұрдәулет келгеннен кейін кішкене, Нұрдәулет себебі Нунидің ағасы. Я, білем. Сөйтіп, достық әлде махаббат Доступ. дейді, бірақ білмейміз. Күле аласыз ба? Біраз. Күле алып тұрсыз,
Көңіл күйіңіз жақсы сияқты. Жақсы. Не болып жатыр мұнда? Жігіттер сезімін айтып жатыр маған. Бірақ мен сезімім жоқ. Сезімін айтты ма? Абылай да айтты, Нуни да айтты. Сіз ойланып көрмедіңіз ба? Жоқ. Неге ойланып көрмедіңіз? Мен сезімім жоқ, Нуни менен тек қана доспыз. Құрбыларыңыз қандай ақыл айтты? Біздің өзімізге ақыл керек. Солай ма? Білмеймін ғой, айтып атқанға, рекламада үлгеріп айтып қалып атқанға, не ақыл айтып жатыр екен деп. Ақыл айтқан жоқ. Айтқан жоқ па? Өзіңіз шешесіз ба? Өзім шешем. Иә. Тек қана дос болып қаламыз. Менен Абылай менен будущее вообще көрбеймін. Перизат, сіздің даусыңызды естиміз ба бүгін? Иә, әрекет қылып жатырмын. Құрметті көрермендер, өздеріңіз байқаған шығарсыздар, бізде Перизатта тілмен барьер болып жүр. Соған бір септігімізді тигізетін ойда мүмкін сіз күніге бір мақалдан жаттап жүретін шығарсыз. Қазақша ма? Иә, қазақша. Соған көмектесетін Нұрдәулет болса. Тәжірибемізде бар. Келістік па? Келістік. Ертең бір мақал жаттап келеймін. 2 апта осындай бір... 14 күн? Иә, 14 күн. Келістік. Давай, сәттілік. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Нуни, қалыңыз қай? Жақсы, өздеріңіз қайсыздар, амансыздар ма? Жақсы. Нұрсұлтан, бірінші кездесуге қызды шақырып, бірақ ол қыз ұнамай қалған кездер болған ба? Иә, әрине, өте көп болған. Не істедіңіз? Кездесуге болмай, қызды көрген кезде ұнамай қалған. Өтіп кино ойнап жүретін. Болды, қазір барамын деп. Біраздан да осындай бірдеңе болып қалып келеді. Ужас. Ондай болып тұрады енді өмір ғой. Сонда сөйлескенде басқа, көрген кезде ожидание реальность болып қалады ғой. түр келбеті ұнамай қалатын ба сонда? Түр келбеті сөйлеген ұнамай қалады, суретте басқаша, өмірде басқаша деген сияқты. Қазір білмеймін ғой, суретке сенбейтін болып қой Инстаграмда вообще. Қиын дейсіз ғой. Қиын емес. Неше түрлі программалар бар, өздерінің сәндеу фигурасын күшейтіп. Сіз ондаймен қолданбайсыз ба? Жоқ, ондай қолданбаймын. Қыздар, если что, кездесуде резко кетіп қалса. Перизат, қалыңыз қалай? Саламатсызбы? Жақсы, сіз қалайсыз? Перизат бірінші кездесуге шығып, жігіт ұнамай қалған кездер болған ба? Иә, болған. Ондай кезде не істеп кететіңіз? Сразу айтам ғой. Бірден, иә? Иә. Кездесуде отырып, иә? Иә. Айта Если мне беріңіз. не нравится, я могу не поехать. Сондай бір білгенін жасайын дейсіз ғой. Иә. Перизат, бізде бір челлендж бар еді. Бір мақал, бір күнге деген сияқты. Жаттап келдіңіз ба? Давайте. Адам аштан өлмейді, адам махаббаттан өледі. Оны сізге кім үйретіп жүр? Өзі? Сәл бір мынау кісі емес па? Второй какой был? Вначале забыл. Ас атасынан. Еще один был. Оны еске. Бізден эфирден шықтық. Бүгін эфирді көрген болсыңар керек. Просто мен өзімнің жүрегімді ұқтым бекер еле албағанда времясын алғым келген жоқ. Кейін егер де мен сезім пайда болады деп қайра сөйлессем, ал кеткеннен кейін сен эмне үчүн анын времясын кетирдиң, эмне үчүн подаркаларын алдың, эмне үчүн кездешүүлөргө чыктың деп айтмак. Ошон үчүн времясын албастан кетирип Кеше шығарып салғаннан бері әңгіме әлі бітпей жатыр. Индира мен Нұрсұлтан. Қандай сыр айтасыздар? Бізге де айтыңыздар. Сезім туралы, махаббат туралы бірақ біздің арамызда. Дұрыс жеткізсей Жоқ, ол просто үміткеріне нетіп жатыр да болашақта. Нетіп жатыр. Болады кейін мен ертең енді. Мүмкін ертең шығып қаламын дегендей. Ертең қалай айтсам, Сізден көмек сұрап жатыр ма маған? Қандай қыз күтейін деп сұрап жатыр ма сонда? жоқ, қандай қыз емес. Бәрібір шыққаннан қобалжу болады, кезінде отты деген сияқты. Сондай бір дүниелермен андай опыт дейді, опыт алмасын. Так ондай. Бірақ біздің Сергек басқаша байқаған сияқты. Қалай байқы? Білмеймін ғой енді. Жоқ. Ондай емес па? Бұл екеуміз сырымызды бөлісе алатын, бір-бірімізді сырымызды көп білетін сондай бір жандармыз.
Перизаттың көңіл күйі қалай екен? Жақсы, рахмет. Кеше өзіңіздің шыққаныңызды көрдіңіз ба? Көрдім. Ұнады ма? Ұнады біраз. Қазақшам жоқ. Иә, енді біз Перизатқа бәріміз қазақша үйрететін боламыз, бұйырса алдағы уақытта, иә? Қазақша сөйлеймін. Біз мүмкін иә қырғызша үйренеміз, иә? Мен қазақша үйренемін. Иә. Көңіл күйіңіз бәрі жақсы ма? Көңіл жақсы. Ұнап жатыр ма жалпы біздің студия? Ұнап жатыр. Естігенсіз ба біздің студия туралы? Можно? Орысша айтыңыз или? Да, можно, да, на русском. Да, мне все, в принципе, очень нравится. Единственное, что языком немного проблемы. Но, дай бог, в скором времени я буду на казахском разговаривать. А так, спасибо большое вам всем за поддержку. Было безумно приятно. Солай. Қазақша үйренеміз енді, достар. Сіздің сізге сөйлемей жай ғана күлкіңізді салу керек қой. Көріп қойдың ба? Көрмеу керек нәрсені көріп қойдың ба? Көңіл күйіңіз күшті сияқты. Көңіл күйім күшті болыптыр. TikTok түсіріп жатырмын андай. Негізі Инстаграмда былай сторис түсіремін, а TikTokта ешқашан түсірмегенмін ғой. Түсіріп жатқан жайым бар. Ринат мырза үйретемін дейін ба TikTok түсіруді? Жай, мамыр шындайым. Күлкісі қалай екен, Ринат мырза? Бір бұзаулы сиыр сұрайды күлкісі. Не дейді? Бір бұзаулы сиыр сұрайды дейді. Қымбат қой енді, қымбат жағдай деді. Негізі, Бір қазы, 5 ет қазы. сиырында қалысы болды. Солай бізде жағдай. Ақеркенің көңіл күйі қалай екен? Иә, бүгін жыламайтын шығарсыз енді, иә? Иә, бүгін жыламаймын дешерсіз. Кеше бүкіл эмоцияны шығарып тастадым, бүгін жыламаймын. Қандай не айтасыз бізге? Үміткер күтесіз бе? Жоқ әлде? Кеше мен үміткерлерім басқаша түсініп қалмаңдар. Ол просто іштегі обида болды. Бірақ өзінде қатты үміткер күтемін. Мені таңдап келсеңіздер болады. Қандай жігіт күтетін болдыңыз? Қазақи, ұзын болу керек. 170 бір нәрсе болсын, жай адам болу керек, шынайы болу керек. Негізі солтүстіктен болса, вообще күшті болатын еді. Мәссаған, иә, кеше айтқан, иә. Иә, кеше Арыстан деп астын сылып тұрып айтқан, естеріңізде болса. Бірақ енді Арыста басқа жігіт болса болатын шығар. Ал Абылайдың көңіл күйі қалай екен? Жақсы, әдемі болып тұр. Кешегі бірінші эфирден кейін күшті болып тұр. Енді бізбен бірге болып бүгін екінші эфирді көріңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Біздің студия қалай екен, ұнады ма? Студия өте керемет, қатты ұнады. Бірінші рет келдім, бұдан алдын көріп жүрген болатын телевизорда. Енді өте мынау шынайы өмірде керемет екен, аурасы өте керемет. Қатысушылармен бірге мына жерде отыру деген енді басқа ощущение екен былай. Өзіңіз туралы айта кетіңіз, тағы да біздің оқырмандарға көрмеген. Жасым 30-да, ажырасқанмын, бір қызым бар. Жамбыл облысы Шу қаласынан боламын. Өзім кәсіптерім бар, кішігірім, бірнеше кәсібім бар. Егер де мені таңдайтын болсаңыздар, өкінбейсіздер. Ішпеймін, шекпеймін. Шекте көрмегем, ішіпте көрмегем. Жаман әдеттерім жоқ. Маған келіңіздер. Күшті. Иә. Таң қалып, құттықтап, қуанып жатырмыз. Аласахан сағын қалып. Қосылайыққа рахмет. Қосылайық болмағанда мен Ақтауда, Эльдар Алматыда. Қазір осындасыздар. Иә, кеше. Солай, міндетті эфирді көріңіздер, эфирде барлық жаңалықтарды бірге естиміз, құрметті оқырман. Құрметті оқырмандар, студия төрінде жаңа қатысушы Бекзат екі қолмен. Мен қуаныштымын сіздеріне. Сіздерде қуаныштысыздар деп ойлаймын. Көңіл күйіңіз қалай? Өте керемет, күшті болып тұр. Бәрібір де түрлі екен, қобалжып тұрған сияқты. Неге? Дірілдеп тұрған ше. Әлде бір қыздарды көріп қобалжып кеттіңіз бе екен? Ол да мүмкін. Мысалы, кезінде стримдағы ше, естеріңізде ма? Қане, бой, алыстан іздеңіз, аяғыңызды көтеріп іздеңіз. Бой 1.78 шыға ма? Бой 1.78 шықпай.
Құрметті оқырмандар, біздің де қуанышта жақсы жаңалық болды осы демалыс уақытында. Қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Аллаға шүкір. Иә, өзінің аяулы жарын құсын қолына қондырды. Құттықтаймыз. Сіздер де міндетті түрде парақшаға өтіп құттықтаңыздар. Көп рахмет. Той қалай өтті? Осы отпускта еңбек демалысында үйлендім. Қызды ұзатып алды. Салты бойынша ерташарымызды жасап, тойымызды жасап, құдаласып 30 секунд, 30. үйленген жігіт болып жаңа статусқа келдім. Иә, шынымен мен көрдім, мамаңыздың жас кезіне келіншегіңіз қатты ұқсайды екен, иә? Бәрін осы көйді. Иә, егер сол суретті көргілеріңіз келсе, Қуаныштың парақшасына өтіңіздер, сол жақтан табасыздар. Солай, құттықтаңыздар, міндетті түрде құттықтаймыз. Мына гүліңіз деймін. Индираға ұнап қалыпты. Иә. Значит, вкусын біліп тұрмын ғой, Білмеймін ғой сол. Бір-біріңіздің вкустарыңыз. Бүйтіп айтты ғой. Ақерке, гүлің сондай әдемі деді, енді ол гүлің деген сөз сіз берген соң әдем болып тұр ма деп ойлап қалдым. Солай ма? Солай ма? Солай ма? Ұсып кеттім дейді. Шынымен болушы, мен махаббатпен өзім таңдадым. Махаббатпен таңдадым? Мәссаған. Иіскеп жүріп, қош иіскеп жүріп. Қалай болар екен махаббатпен таңдаған? Гүлді махаббатпен таңдапты. Өзіне қыз таңдап тұр дейді. Құрметті оқырмандар, біздің жаңа қатысушымыз, ескі әрі жаңа қатысушымыз Жәнібек. Жәнібек бірақ маясыз келді. Ошол сондай қалдым, Ерім ханым, сізді көрген өте қуаныштымын. Я келдік, оралдық, мен оралам дедім, оралдым. Осындай сәттер қалды. Мая танысып тоқтады. Бітті ғой, көреміз. Нұржан сияқты ертең кішкене Нұреген сияқты ма, қой, ондай емес бізден. Ондай болмай ма? Нұреге жетеді бізде, бір Нұржан жетеді. Біз үшін Нұржан жылап берер. Мәссаған, біз Нұржан жылап берер дейді. Енді өзіңіз қандай қыз күтесіз? Сол, жасы 18-ден 30-ға дейін, сұлу да сымбатты, қарапайым қыз күтеміз. Тағы да біздің бір жаңа қатысушымыз, ескі әрі жаңа Мадина, қалайсыз? Шүкір, жақсы, рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Қуаныштым, көңіл күйім өте жақсы. Үміткерге қояр талаптарыңыз де? Бар енді, шүкір Аллаға. Бар болып тұр. Иә. Әрі қарай таныстықты бірге бақылаймыз. Фархат пен Мадинаның, сол үшін Мадина студияда. Бұйырса алдағы уақытта біздің таныстықтың ары қарай жалғасуын, тойға қарай дайындық болсын, ата-анамен танысу, барлығын жаңалықтарды сіздердің алдарыңызда осы Евразия каналында қосай жобасында бірге тамашалайтын боламыз. Иә, солай. Салтанаттың көңіл күйі қалай екен? Көңіл күйім керемет тұр. Үміткер келсін деп тілеп отырмын. Үміткер қабылдауға дайынсыз? Негізі дайынмын ғой, просто кеше күнге Ақеркеге келіп қалдым. Деп қалдым. Мен андай құдайдан тіледім, осы маған бірінші келсінші, пожалуйста деп. Бірінші болғыңыз келе ма? Әркез бірінші болғыңыз келе ма әркез? Жоқ, бірінші болғым келмейді, андай. Мен просто сондай өзіме басыма программа қойған ғой, маған бірінші келеді деген. Сізге ең бірінші жобадан шыққаннан кейін кім хабарласты, немесе кім жазды? Негізі ең бірінші болды. Даже андай ұмыт кеткен адамдарым жазды ғой. Бұрын таныс адамдарым жазды. Туысқандарымнан көп жазған адамдар болған жоқ, в основном достарым жазды. Ал ең бірінші болып кім хабарласты? Ең бірінші кіммен сөйлестіңіз? Анаммен сөйлестім. Ринат мырзаның көңіл күйі қалай екен? Сіз сергекті қосты деп естіп жатырмыз. Сергек қосқан жоқпын, біз какамен болғанда айтамыз ғой біздер. Шындықты, По факту, иә. Сол сөздерге ренжіп қалмайсыз ба, қатысушылардың сөйтіп айтқанына? Оны неге ренжисің, ол өздері қандай ар-намыстарына береді ғой. Мен оған ренжімеймін. Айта берсін, сергек дей ма, камера дей ма, просто шынайы жобада отырғасын, шындық халықтың алдында отырғасын, шындықты айту керек та. Не көрдіңіз, соны айттыңыз, не көрдік, не болды, какамен мойындау керек та, оны айту керек. Солай өзім ойлаймын. Кім қалай ойлайды, кім не ойлайды. Мияқтан кірген кезде мияқтан шығар ойлайды. Салтанатпен Мүтте! Күшті не отыр ғой? Күшті дос болып жатсыз ба? Күшті доспыз. Мүтте!
тик ток түсіріп отырмын. Уақыт жоқ ол кісіде. Уақыт жоқ, дым уақыт жоқ. Уақыт та өлмейді бізге.